шықтырған табаннан тозған мәселеге сіздердің тіке қатыстарыңыз бар. Әсіресе ақпарат жариялап отқан Еркебұлан мырза, мен сізбен WhatsApp-пен жаз бойы сөйлестім. Шілдеде сөйлестім. Қонақпен сөйлесіп құтты болсын айттым. Керемет, қолайлы. Ол кісі айтты, бізде жаңадан еңбек ата жол картасы әзірленіп жатыр. Мына құтты мекенге соны қоямыз дедіңіз. Қандас мәртебесі осы арқылы менде тұр, жазбаңызда тұр. Қоямыз деген жоқсыз. Енді мен ақтарып осыны қарап, мына чаттан мен отыр міне. Сайлауға отырған осы аутаға құрған. Бір апта біз міне ұйқы шала. Мен әзір тұрғаным міне аутаға отыр. Біз осы бір апта ұйықтағанымыз жоқ. Күндіз күлкі, түнде ұйқыдан қалып. Мына мәселені айтшы жаңа. Антикор. Жаңағы мәселе құтты мекен бағдарламасы. Қазақ тілі деп талдайсыз. Қазақ тіліне кірсеңіз, мен телефонымда тұр, әзірде сізге хаттап шығарып беремін. Іші толған орысша. Біздің мемлекеттік тілді құрметтеу қайда? Ол туралы ұйым атынан сайлауға сотқа беруге де болады. Шағын бағдарлама, өте шағын. Енді онда қиындықты айтайын. Тіркелу үшін электронды пошташ дейді. Электронды поштаны мен IT маман ашалам. Мұны отырғандарыңыздың 50%-теріңіз ашыласыздар. Егінші малшы қауым қалай ашылады? Ол жақсы, электронды пошташтың активация коды барады. 6 цифр. Оны түсінбейді. Жақсы. Ол кейде спамға кетеді, кейде қара тізімді оны таппайды. Бір тіркелген логинмен бір адам өтеді. Енді мен қарап отырмын, мына жерде сіздің ұлттық қазақ дегенді жүктеуіңіз дейді. Жүктейтін жерде ескерту қайда? Кез келген компьютерлік бағдарламаның қағидасы бойынша ескертіп тұрады. Бұның тұнықтығы, бұның өлшемі, ені қанша, ұзындығы қанша мегабайт. Мен тексеріп көрдім, өз батысымнан өтірік айтпайын. Естігенімді емес, мен көргенімді дәлелдеп көрсетемін. Мына жерде де бір шындықтың бетін ашам. Сонда мен өзім жүктедім. PDF формат. Мына қағазбен жұмыс істеген бәріңіз білесіз, жүктелмейді. Неге? Сканерлесеңіз әзіргі телефонның бәрі тұнық. 1 мегабайттан асса қабылдамайды. Сіз білесіз ғой, Гүлмира. Жақсы білесіз. Оны есептеу керек. Қанша килобайт, 1 мегабайт. Бәрі IT информатика маман емес, шеттен келген қандастар. Түсінбейді. Енді отказ келу себебін айтайын. Сен осыны сыйдыру үшін кішірейтесің. Мегапикселін түсіресің. Ол кезде бұл оның жазған өмірбаянда дұрыс көрінмейді комиссияға. Қазақ екенінде өшкіндеп қалады. Қысқасы дұрыс жасалмай тұра сіздер қоғамға порталдарыңыз арқылы осы отандастар бірінші жарсал сүйіншілер. Ал бұл піспеген бағдарламаны ұсындыңызда нәтижесінде неше мыңдаған шартты айтып отырсыз 500 адам бізге хабарласады. Мені Құтты болсын, отандастар не қатысы бар? Сіздердің қатысы жоқ қой, мына министрлікті қой. Министрлік айтып отырмын, бірақ тыңдасын. Отандастар бұны сүйіншіледі. Себебі жаңа айтқан... Енді жақсы екендік барған ғой, қайдамыз? Шеттен келген қандастар... Қазақта мақал бар ғой. Тыңдаңыз. Соны айтып. Бұл жарайды. Бұрынғы кезде біз келгенде дүниежүзілік қазақ қауымдастығын іздейтінік. Бәрі соны іздейтін. Желкесінен түйіп айтыңыз аны, алдыңызда. Көне Қазақстанмен ол кетті да, жаңа Қазақстанда отандастар пайда болды. Мен дүниежүзілік қазақ қауымдастығын сіздерге Еркебұлан түсіп бара жатып Қарлығаш апайға соғылсам не қылып жүрсіз десем айтады, біз бармыз. Ой, қуанып кеттім. Барсам айтады, жұмыс қалай? Жақсы. Қуанып кеттім. Қандастарды мен жұмыс жасау орталығының, қолдау орталығының директоры деп тағайындап жатыр. Шақырады, сыбырлайды. Ана достарың естіп қоймасын, сен айлықсыз жұмыс қаламыз дейді. Штатсыз. Мен айттым, менде өзім ТО-ларым бар, мен жұмыс мен енді ұлт үшін істеуге келдім. Тегін істеп берейін. Тегін істеп берейін. Жақсы, мен тегін істейін. Енді жұмыла көтерген жүк жеңіл, мына мәселе қоғамдық үлкен мәселе. Ертең ұлттық араздық, осы азаматтық араздық тудырады. Өкіметті ұятқа қалдырады. Ұятқа қалып болды өкіметте бет қалған жоқ. Енді қараңыз, сізден шешу жолы. Күні ертең, міне депутаттар отыр, құзырлы министрлік отыр, құтты мекенді шұғыл тоқтатып, ЕГОП порталы. Бұрынғы. ЕГОП порталы бұрынғыдай электронды өкімет порталынан 5 күнде, 5 жұмыс күнде қаралып берілсін. 3 жұмыс күні. 3 жұмыс күні, жоқ 5 жетеді, 5 жұмыс күні. Ол үштемеміз, 5 күн жетеді. Сосын мен халыққа қызмет көрсету орталығынан анықтадым, басшыларынан қағаздарым бар, хаттап өткізем. Бізге қазан айының 1-ші күні кешкі сағат 9-да бұйрық келді дейді. Сіздер бүгіннен бастап қабылдамайсыздар, құтты мекеннен беріледі 1 жылға. Тек созуды сіздер атқарасыздар. Енді құтты мекеннен бізде міне дәлел жетеді, жаңа 500 адамның ішінде 100-ін қаттап қойдық. Жаңа мына көші-қон комитетінің төрағасы да қаттапты, оны анықтылайды. Енді мына жаңа неге антикорды сұрадым. Бұл тікелей біреудің қалтасы. Парақорлыққа, жемқорлық итеретін бағдарлама болып тұр. Өтірік емес. 20 мың, 30 мың теңге берсең,
3 күнде шығарады. Біздің ұлттық қауіпсіздік қайда ол жерде? Ол теңгені кім береді? Қылмыскер береді. Артында бірдемесі бар адам береді. Жай қалып бермейді. Енді мынаны қараңыз. Мынау менің туған анам. Зейнеп. Әкем екеуі келді. Өткен жылы 10 айда. Әкем иманды болсын. Өмірден озды. Қандас мәртебесін алды. Азаматтыққа жетпеді. Мынау анамдікі. Міне. Әкем мен анамдікін бірге жолдадық. Мынаны бәріңізге көрсетейін. Берілген күні жазылмаған. Бұл мен дәлелдеп берем. Бұл техникалық та, компьютерлік та қателік емес. Адам қолынан істелді. Әдейі жасалған. Бұл тікелей Ақмола облысының осы жұмыспен қамту орталығында Көкшетауда отырған кісілер. Басшысы Бейсенбай, есімде қалуынша. Аха, Бейсенбай. Ал Бейсенбайға айтсаңыз, жалғыз Бейсенбайдың телефонына кім ұрады? Оғыз Бейсенбай мына креслосында отырса ғана звонок алады. Көмекшілері әзір телефон çalыңыздар интернеттен. Көтермейді. Мен видеоға далдым, дәлелім бар. Көтермейді. 14-14, оны жақсы білесіздер. Неге маман жетпейді, жас мамандар дипломмен шетелде тентіреп жүр ғой, жаңа айтқан Кореяда жүр, Дубайда жүр, жақсы. Жұмыскерлердің санын арттыру керек. Енді мынаны мен өткенде Олжас Мырзаға да берген вице-министр Ардақ Назарұлының кабинетінде. Бұл қолдан жасалғандығы, міне қараңыз, дәлел. Мынау соның жаңағы мен екінші аудандық, Целиноград аудандық жұмыспен қамту орталығы, олар бір подвалда отырады. Бардым, мен енді өзім білем бұл жағын, айттым. Маған қолма-қол керек. Мынау қате дебім, бір телефон ұрды да 5 минутте мынаны жіберді. Жақсы, мен бірінші рет түсіністікпен қарадым. Мүмкін техникалық қателік. Ал болды, енді анамды азаматтық аламын. Создыру 6 айға берсем, компьютер арқылы маған келді. Міне дата берілген уақытты қойып, бітетін мерзімі жоқ, міне. Сіз көргенсіз ба? Срок жоқ. Ал бұны көп қандастар атүсті қарайды, азаматтық пакетке, папкеге сол жолдаса, 2 айдан кейін отказ келеді, тура осы себептен. Олар мынаны түсінбейді, штрих код дегенде де мына жердегі нөмір түсінбейді. Шын айтайын, бұл қолдан жасалған. Міне қайтадан осыны өзім араласып 5 минутте бітірдім. Осы істердің бәрін шынай қолға алыңыздар. Антикор тексеру керек. Антикор осы құтты мекен бағдарламасына Қанша ақша кетті? қанша ақша кетті? Егер Кімдікі ол? Мен әзіргі өз пайымымша соның 10-нан бірімен құтты мекеннен де жүйелі бағдарлама әзірлеуге болатын еді. Соған бөлінген қаржыны сіз Қазбек аға, сізге өтініш. керек болса қазақтығын анықтауға бүкіл облыс ауданына дейінгі сараптамалық орталығында салуға жететін қаражат кеткен болып бек мүмкін. Енді осындай талан-таражылыққа жол бермеңіздер. Мен енді айғайым өз жағдайым жасап алдым. Үйім бар, әйел бала шағам бар, оқып жатыр, жұмысым бар, туым бар, қалтамда ақшам бар. Бірақ мына чатқа кіріп ем, ұйқым бұзылды. Міне ауылдағы отыр ғой. Міне сайлауға отыр. Зар илеген халық, мен әзір тыңдап тұрмын. Сіздерге де не хабарласып айтады? Ойбай айтып жатыр ғой, күнде айтты ғой бағана. Бәлем Енді сіздер шеше алып отырсаңыздар, мен сіздерге жай адам болып та келіп тексеріп кеткем. 2-6 айдан келген қарапайым адамды баласы оқуға түсе алмай жатқан. Еркебұлан өзін қабылдадым. Жеменейден келген. Әке шешесі қандас алған жоқ. Қызы 11-ші сынып оқуға түсе алмайды. Білім басқармасы жолдама бермейді. Соны Еркебұлан, сен ат үсті, мен ан жағында отырдым, басыма не Еркебұлан деген кім бұл? Қабылдадым, содан нәтиже кері байланыс болды ма? Мен ол адамдар мәселен шешіп бердіңіз ғой маған, соны айтуға келдіңіз болды, басқа şey. Соны айтуға айттым, оқуға түсе алмай жүр дедім, араластыңыз ба? Жоқ, сіз Бізге кері байланысқа шықтыңыз ба? Жоқ, алдым. Мәселен шешіп берді ол. Кім шешті? Сіз өзіңіз шешіп берді, маған көрсеттіңіз ғой. Жоқ. Біз сізге 2 мәселемен кірдік. Жарайды, жиналсайын сөйлесеміз. Ғалымбек Қызырбекұлы. Осы мәселенің бәрі жазбаша түсіп, менің атымды парламент. Бұл. Оны Ардақ Назарға бердім, сіздер. Ардақ Назардан гөрі Қазбек Иса жақсы. Ертең сәрсенбі күні үкімет парламент отырысында ол кісі көтеретін болды. Жақсы. Ақпараттың бәрін берді. Бәріңіз бірге көтеріңіздер. Жақсы. Осы мәселе шешілсін. Рахмет.